Қане, жігіттер, әкеле қойыңыздар. Тура мына жерге әкеліп қойыңыздар ортаға. Ой, бәрекелді. Рахмет. Мынаның не екенін білесіздер ме? Білмесеңіздер, қазір түсіндіреміз. Қазір өзі не көп, неше түрлі қондырғылар шықты. Ашық деген бір қондырғы пайда болды. Өткенде бір апамыз базарға кірсе, базарға кіріп келе жатса, алдынан охранник шығып, апа ашық дейді. Апамыз айтты, көріп тұр ма ашық екенін? Апа ашық деді. Ойбай, саған жабық деп жатқан біреу бар ма? Апа ашық, апа ашық деп жібермейді әлгі. Сөйтсе апамыз айтты, айналайын, ашық жерді сен ғой жабық қылып тұрған, былай тұр, кет жолымнан тұр. Үлкен кісі ғой, қанша дегенмен, сол жерде әртеу мен бардым, қасына тағы басқадан бір үйт-бүйт бәрің дегенде түсіндірдік. Бұл енді бір күлейік деген ойымыз жоқ. Қазақта сөз бар ғой, күлсең кәріге күл деп. Бұл індеттің кезінде қалада тұратын қызы ауылдағы анасына хабарласып жатыр дейді. Мама, қалада деген ауру өршігіп жатыр, маска киіп жүрміз. Сіздер маска киіп жүрсіз бе, апа? Маска киіп жүрсіз бе, апа? Десе апамыз, ой, айналайын, киіп жүрміз. Уайымдама, маска киіп жүрміз. Үйде бір маска бар. Кім сөйлейді, соның аузына кигізіп қойып отырмыз. Күлсең кәріге күл деген, үлкен кісілер көп аса, мына ашық дегенде түсіне бермейді, құрметті ағайын. Мынаны алып шыққан себебіміз, сіздердің алдарыңызға қазір керемет музыкалық қойылым болады. Қойылымның аты да Ашық деп аталады. Тамашалаймыз. Ақтөбе-Алматы жүйрік пойызы бірінші жолға келіп тоқтайды. Вагондардың саты пойыздың басына басталып саналады. Құрметті жолаушылар, сақ болыңыздар. Құрметті жолаушылар, пойыз тоқтағанша вагондарға жақындамауларыңыз сұралады. Араға шықса сақтапты, пойыздарға жақындамаңыздар. Құрметті жолаушылар, сақ болыңыздар.